Қайырлы күн баршаңызға достар, сіздермен бірге Гүлбану. Бүгін сіздерге осындай әдемі болып шығатын, көздің жауын алатындай мужской каприздың рецептісімен бөлісетін боламын. Ендеше менің арнама тіркеліп, видеоны соңына дейін қарауды да ұмытпаңыздар. Ең алдымен керекті заттарымызды қайнатып дайындап аламыз. Бізге керекті заттар картоп, сәбіз, жұмыртқа, соленый огурцы, қайнатылған ет, сыр және де майонез қажет болады. Мен салатымызды осындай 2 тарелкаға жасайтын боламын, және де әсемдік ретінде салат листа, яғни салат жапырақтарын қолдансаңыздар болады. Ал бізге керек форманы қолдан жасап аламыз. Осындай пластмасс шелектің түбін кесіп аласыздар. Және де ең алғаш осындай бірінші болып етімізді қолдың көмегімен турап шықсаңыздар болады. Осылай немесе кубиктап төртбұрышты етіп пышақтың көмегімен турап дайындап алсаңыздар болады. Менің етім өте жұмсақ болғандықтан осылай қолдың көмегіне жүгіндім. Форманың ішіне орналастырып аламыз да, содан соң міндетті түрде майонезімізді кішкене тесік етіп кесіп аласыздар да, майонезімізді сеуіп шығатын боламыз. Одан соң қайнатылған сәбізімізді үккіштің кішкене көзімен, яғни тверканың көмегіне жүгініп осылай өткізіп аласыздар. Содан соң формамыздың ішіне орналастырып аламыз. Қасықтың көмегімен бір текіс етіп, теп-текіс етіп, әдемілеп жайып шығыңыздар. Сонда салатымызда өте әдемі және де текіс болып шығатын болады. Содан соң қайнатылған картопымызды үккіштің ең үлкен көзімен осылай өткізіп аласыздар. Міндетті түрде майонезімізді сеуе отырыңыздар, және де картошкамызды да теп-текіс етіп, жайып орналастырып алатын боламыз формамыздың ішіне. Міне осылай қасықтың көмегіне жүгініп, содан соң міндетті түрде майонезімізді тағы да сеуіп шығатын боламыз. Одан соң соленый огурцымызды де тверканың, яғни үккіштің үлкен көзімен өткізіп аласыздар барлығын. Содан соң, яғни формамыздың ішіне тағы да орналастырып алатын боламыз осылай. Теп-текіс етіп орналастырып аласыздар. Майонезімізді сеуді ұмытпаңыздар. Ендігі кезекте жұмыртқаны, яғни үккіштің ең майда көзімен өткізіп аласыздар. Негізі тұз қосуға да болады, бірақ менің етім қайнатылған, яғни тұзы кішкене басымырақ болғандықтан тұз сеппедім. Егер сіздерде еттеріңіздің тұзы кішкене аз болса, қосуға болады. Жұмыртқамызды орналастырып алдық, содан соң бетіне майонезімізді сеуіп шығамыз. Ең бірінші бетіне, яғни сырымызды осылай орналастырып аласыздар қолдың көмегімен, барлық жеріне тиетіндей етіп, теп-текіс етіп. Міне шелекті, яғни формамызды осылай жайлап аласыздар. Міне біздің салатымыз дайын болып қалды. Осымен мужской каприз салатымыз дайын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің арнам сіздерге ұнаса, міндетті түрде тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын достар.